маған махаббаттар жайында әңгіме айтып, менің ұятта болса айтайын, менің алдыма келіп отыр, мен сені иіскеуім керек деген әңгімелердің бәрінен өтіп келе жатырмын. Бірақ, құрметті әкім мырза, осының бәрін сізді қолға алуыңызды өтінемін. Жалғыз мен емес, жалпы қазақтың қыздарының бәрі сондай басшылардың қол астында кетіп бара жатыр. Басшылардың қолжаулығы болып кетіп бара жатыр. Ертең қара көз қыздарымыздың қаншама осындай басшыларға алданып, қаншама осы интернет желісінде бір-бірінен көмек сұрап жүргендері қаншама. Армысыздар, әлеуметтік желі қолданушылар, құрметті достар. Кешегі әлеуметтік желіде тарап жатқан видео бойынша мен де өзімнің жауабымды бергім келеді. Мен отбасылы, анам бар азаматпын. Менің отбасыма қатты күйе жағып жатыр. Бұл заң мені де қорғайды деген ойым бар. Заң аясында сотқа шағымдандым. Соттың шешімін күтейік. Одан кейін барлық әлеуметтік желіге салатын боламыз. Мені жұмыстан қудалап жатыр деген мәселелері бойынша ол түкке шындыққа жанаспайтын дүние. Себебі өздеріңіз әлеуметтік парақшасынан көріп жатырсыздар. Бір күні Жезқазғанда, бір күн Қызылордада тойда жүреді. Ол мүлдем жұмысқа келмейді. Біздің кемшілігіміз сол жұмыста болмады деп жұмыстан шығарып жіберуіміз еді. Бірақ енді біз жанашырлық танытқан жағдайымыз бар. Үшінші мәселе бойынша мені мамандығыма тиісіп сөйлейді. Ол менің мамандығым квал требованияға сәйкес келмейтін болса, мен бұл қызметте отырмас болған едім. Мамандығым сәйкес келгеннен кейін, өнерге жанашыр болғаннан кейін мен осы қызметте атқарып жатырмын. Шетелге баратын сапарымыз бойынша айтқым келетіні, ол ресми іс-шара, елшінің хаты бар, басқарманың рұқсаты бар, ешқандай ақшаны далаға шашып төгу емес, Астана күнін тойлау мақсатында бар жатқан дүние. Рахмет.